Каналыма қош келдіңіздер. Жұмыртқаның пайдасы жайында. Жұмыртқаның адам ағзасына берер пайдасы мол екенін бұрыннан-ақ белгілі. Оны пайдалану ежелгі үнді жерінде бастау алған деген дерек бар. Ертеде қыз-келіншектер әжімнің көзін жою үшін немесе шаштары қатты болу үшін жұмыртқаны пайдаланған. Ал ер азаматтар жорыққа не шайқасқа шықпас бұрын жұмыртқамен ауқаттанған. Сондай-ақ өз жарақаттарына жұмыртқа басу арқылы жазған екен. Жұмыртқаны қайнатып я қуырып жеу арқылы асқазанды ғана емес, бар ағзаны пайдалы элементтер мен дәрумендерге толтыруға болады. Құрамында ақуыз, йод, фосфор, селен, тағы сол сияқты элементтер созылмалы аурудың алдын алады. Сондай-ақ оның құрамында А, Б, Д, Е дәрумендерінен бастап бас аяғы 13 дәрумен кездеседі екен. Жұмыртқада калория аз. Бір жұмыртқаның құрамында орта есеппен 76 калория ғана бар, ал майлылығы небәрі 10% ғана. Жұмыртқа ағзадағы холестерин мөлшерін төмендетіп, жүрек, жүйке және онкологиялық аурулардың пайда болуына жол бермейді екен. Көптеген диеталардың мәзірінде жұмыртқа кездесіп жатады. Себебі оның арқасында артық салмақтан арылуға және салмақты бір қалыпты ұстауға болады. Тырнақ, шаш өсімі мен көздің көруін жақсартамын, тістерім маржандай таза, сүйектерім мықты болсын десеңіз, ас мәзіріңізге жұмыртқаны қосыңыз. Жұмыртқа ағзаны түрлі инфекциялардан қорғап, иммунитетті күшейтеді. Жұмыртқа бет күтіміне де пайдалы. Бір жұмыртқа мен бір ас қасық балды араластырып бетіңізге жағыңыз. 15-20 минут жатып демалыңыз. Кейін жылы сумен шайып жіберіңіз. Бетіңізді тазартып, нәрлендіріп, терінің тартылғанын аңғаруға болады. Жұмыртқаның сарысын шашыңызға жағып, 1-1,5 сағаттан кейін жылы сумен жуып жіберіңіз. Бұл ем шашыңызды жылтыр болып, алдағы күндері ұштанбауына жол ашады. Көзіңізге сүйел шыққан кезде қайнаған жұмыртқаны ыстық күйінде басыңыз. Сондай-ақ қатты тамақ ауырған кезде қайнаған жұмыртқаны жылы күйінде мойныңызға қойып, қайта-қайта домалатыңыз. Пісірген бәлішім тәтті болсын десеңіз, қамырға жұмыртқа қосуды ұмытпаңыз. Сондай-ақ бәліш алтындай жарқырап тұру үшін оны пешке салмас бұрын үстін жұмыртқаның сарысымен бір майлап шығыңыз. Жұмыртқа таңдаған кезде оның сырты қабығына мән беріңіз. Егерде қабықшасы кедір-бұдыр түсі өзгешелеу болса, оны алмаған жөн. Мұндай жұмыртқаның мерзімі өтіп кеткен. Дүкеннен сатып алған жұмыртқаның таңбасына немесе қораптағы жазуына қарап, жұмыртқаның қандай екенін анықтауға болады. Сондықтан жұмыртқаны сатып аларда оның таңбасына баса мән беріңіз. Мәселен, жұмыртқа сыртында Д деген жазу болса, онда ол диеталық жұмыртқа деген сөз. Оның сақтау мерзімі 7 күн. Егерде С деген жазу болса, ол столовый деген сөз. Демек, асқа пайдалануға арналған жұмыртқа. Ал егер жұмыртқаның сыртында ондай жазу болмаса, міндетті түрде қораптағы жазуға мән беріңіз. Себебі қорапта барлық мәліметтер, сақтау мерзімі және қандай санаттағы жұмыртқа екені жазылады. Жұмыртқа сыртында таңдаулы отборный деп тұрса, онда ол сапасы ең жоғары жұмыртқа деген сөз. Ал бірінші категория бірінші санаттағы деп тұрса, онда ол таңдаулы жұмыртқадан кейінгі санаттағы жұмыртқа. Сол секілді екінші, үшінші категория деген жұмыртқа санаттары да бар. Ал қолдың жұмыртқасын сатып алған кезде немесе үйіңіздің тауықтың жұмыртқасын жинаған уақытта сырты лас болып тұрғанын көреміз. Сондықтан мұндай жұмыртқаны бірден тамаққа пайдалануға болмайды. Өйткені сырты таза болмағандықтан мұнда түрлі бактериялар болуы мүмкін. Сол себепті ең бірінші жұмыртқаны жуып алған дұрыс. Ол үшін ыдысқа су құйып, бір ас қасықтай тұз салып, жұмыртқаны жуған кезде сыртындағы бактериялардың бәрі өледі. Бәріміз білетіндей, жұмыртқаның бір жағы доғал, бір жағы сүйір болып келеді. Ал оны тоңазытқыштағы жұмыртқа ұяшығына жинаған кезде сүйір жағын төмен қаратып қойған жөн. Көпшілік ақ жұмыртқаға қарағанда қоңыр жұмыртқаның пайдасы және құнары бар деп салыстырып жатады. Алайда мұнда жұмыртқа түсін ешқандай да маңызы жоқ. Жай ғана ақ тауықтың жұмыртқасы ақ болса, қара тауықтың жұмыртқасы қоңыр болады. Жұмыртқа көлемі әрдайым бірдей бола бермейді. Бірі үлкен болса, бірі кіші болып келеді.
Олардың айырмашылығы да сол жұмыртқа түсі секілді тауықтың жасына байланысты болады. Дүкеннен сатып алған жұмыртқаның кейбірінің сырты кедір-бұдыр болады, яғни жұмыртқа сыртының біртегіс болмауы жұмыртқа санатына тікелей байланысты. Мысалы, жоғарғы санатты жұмыртқаның сырты тегіс болып келсе, екінші, үшінші санаттағы жұмыртқа сырты біртегіс болмайды. Сонымен қатар жұмыртқаның жарамдылық мерзімін өтіп кеткенін құлақ тұсына шайқап білуге болады. Егер шайқағанда шықылдаған судың дауысы естілсе, онда ол жұмыртқаны жеуге жарамсыз. Сонымен қатар тағы бір жолы жұмыртқаны суға салған кезде су бетіне қалқып шықса, онда ол көп уақыт тұрып қалған жұмыртқа деген сөз. Осылайша үй жағдайында жұмыртқаны тексеріп көруге болады. Сонымен қатар жұмыртқаны тұтынғанда ескертетін бірнеше дүние бар. Ең бастысы жұмыртқаны шикідей жемеген дұрыс. Жоғары температурада қайнағанда жұмыртқадағы бактериялар жойылады. Сонымен қатар жұмыртқаны қайнатқанда оның толық піскен мұқият қарау қажет. Себебі шала піскен жұмыртқаны бірнеше сағаттан соң жеуге болмайды. Мысалы, жұмыртқаны ертеңге деп түнде шикілеу етіп қайнатқан болсаңыз, таң атқанға дейін оның ішінде бактериялар көбейіп, ол асқазан ішек жолдарына зиян келтіреді екен. Әсіресе жұмыртқа ерте жастағы балаларда аллергияның себебі болуы мүмкін. Себебі жұмыртқада ақуыздар бар. Егер де ағзада ақуыз мөлшері көп болса, зат алмасу процесі бұзылып, бүйректің қызметіне кері әсер етеді екен. Сондықтан күніне 2 жұмыртқадан артық тұтынбаған дұрыс. Сонымен қатар жұмыртқа құрамында холестерин көп. Сондықтан қанда холестерині жоғары адамдарға шамадан тыс жұмыртқаны тұтынуға болмайды. Қорыта айтқанда, ішек инфекцияларын болдырмау үшін ең әуелі жұмыртқаның сыртын жуып пайдалану керек. Сонымен қатар ұзақ тұрып қалған жұмыртқаны тұтынбай және белгісіз жерден немесе көшедегі бейтаныс адамнан жұмыртқа сатып алмау қажет. Жұмыртқаны сақтау мерзімі де мұқият болған жөн. Мәселен, жұмыртқа +2 градуста 25 тәуліктен сақталатын болса, -2 градуста 90 тәулікке дейін сақталады.